Бұған қатысты адамзатқа ғаламдық жылыну әсерінің мысалдарын айтатын болсақ, температураның 1 градусқа көтерілуі жалпы бұзақылық тәртіпсіздіктің 20%-ға дейін арттырады деп көрсетілген. Яғни күн сәулесі жалпы жер шары жылынған кезде не пайда болады бізде? Адамдардың ішінде бұзақылық пен тәртіпсіздік пайда болады, 20%-ға өседі екен. Бұның тікелей әсері бар. Яғни суық жерде, суық кезде өте көп тәртіпсіздік, бұзақылық байқалмайды. Ал жылу жерлерде, ыстық жерлерде тәртіпсіздік пен бұзақылық байқалады екен. Даже 1 градусқа көтерілсе, жалпы общий средний температура біздің бұзақылық пен тәртіпсіздік 20%-ға көтеріледі екен. Қоғам денсаулығына пайдалыдан гөрі зиянды әсері басым болады. Яғни жылыну, біз үйреніп қалдық да определенный температураға. Ол жылынып кетсе, жалпы қоғамның денсаулығына әсер етеді екен. Келесі, жергілікті температураның 1-3 градусқа көтерілуі ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігін біршама арттырады. Яғни градус төмендеп немесе көтерілсе, ауыл шаруашылыққа әсер етеді екен. Келесі, климаттың жылынуы солтүстік байырға халықтарының өмір сүру салтының өзгеруіне алып келеді. Яғни климат өзгерсе, солтүстіктерде өмір сүретін халықтар, олардың өмірлері, мысалы, былай айтайық, -30-ға үйренген, -40-ға үйренген, қазір, например, -35 болып қалды. Сол кезде олардың өмір сүру салдары, жалпы өмір сүруі өзгереді деген сөз. Бұл да жалпы адамзатқа ғаламдық жылынуының әсері деген сөз. Келесі мәселе, Киото хаттамасы 1997 жылы Жапония елінде Киото қаласында қол қойылады. 2012 жылына дейін ғаламдық жылынуға қарсы әрекет туралы негізгі әлемдік келісім деп аталады. Яғни Киото хаттамасы. Жалпы бүкіл елдер қосылып, бас бірігіп, осы әлемдік жылынуды қалай тоқтатамыз, не істейміз деп ақылдасып, сол хаттамаға қол қояды. Ол жерде жалпы 5 маңызды ключевой этаптары болады. Қараңыздар. Біріншіден, кез келген ел парниктік газдардың шығарылымын күрт төмендету қажет. Яғни көмірқышқыл газын шығаруды күрт төмендету қажет. Мысал ретінде айтар болсақ, Еуроодақ елдері 20%-ға азайту қажет. Заводтарды, фабрика, автомобильдерін 20%-ға азайту қажет болады. Екіншіден, әр елдің хаттамасы бойынша алған міндеттемесі бар. Мысалы, Жапония 15, Ресей 15%-ға парниктік газдарды төмендетеді. Яғни, әр ел определенный уровеньге, мысалы, Еуроодақ 20% болса, Жапония мен Ресей 15%-ға деген сөз. Үшіншіден, алпауыт ел ақш-тың өзі 15%-ға азайту туралы міндеттеме алған. ақш 15% азайту қажет деп айтқан. Міндетті түрде. Төртіншіден, Киото хаттамасы бойынша әр елге әр түрлі талап қойылған. Мысалы, кейбір экономикасы әлсіз, халықтың хал ахуалы нашар елдерге парниктік газдарын төмендету туралы талап қойылмаған. Себебі итакта экономикасы нашар, адамдар итакта қиналып жатыр, сіздер төмендетпей қойыңдар, өнеркәсіпті дамыта беріңдер деген сөз. Олардың ішінде Үндістан, Бразилия сияқты елдер. Және бесіншіден, Киото хаттамасына қойылғанымен оны орындаудан бас тартқан елдер де бар, бұлардың қатарына ақш кіреді. Яғни ақш бас тартқан. Киото хаттамасы 1997 жылы қойылады, басталынады. Олардың барлығы 2012 жылға дейін жасалуы қажет болатын. Осы жалпы Киото хаттамасы.